Атмосфералық ауа сапасына қатысты әртүрлі әлеуметтік желіде пікірлер жүр. Бұны да айта кетейік. Бұл қала аумағында кешкі уақыттарда ауа түтінінің байқалу себебі бұл температураның біріншіден төмендеуі салдарынан, желдің болмауы, өздеріңіз байқадыңыздар, біраздан бері Шымкентте жел соққан жоқ. Автокөліктердің көптеп шоғырлануы және оларды қыздыру мәселесі бар қазір мына күн суытқаннан кейін. Жеке секторларда құрғақ шөпті, күзгі жапырақтарды жағу жағдайлары көбейіп жатыр. Бұны да жасауға болмайды. Табиғат өзі айналым механизмі сияқты ғой өзі. Мына гумус деген бар, қара топыраққа айналу үшін. Оны өсімдіктердің жапырақтары жерге түсуі керек, шіруі керек, айналым болу керек. Сондықтан оны дұрысы әр жерлерге жаңағы жинап, складировать етіп, сөйтіп табиғаттың өзінің жұмыс жасауына мүмкіндік беру керек. Ал егер сіз ондай шөпті, жапырақты жағып жатсаңыз, сіз экологиялық тәртіпті бұзып жатырмын деп есептеңіз. Оның өзінің заңмен қаралған жауапкершілігі бар екенін ұмытпасаңыздар екен. Сондай-ақ енді біздің қаламыздың аумағында да әзірге мынау қатты отынды тұтынатын адамдар бар ғой. Мұның да қаладағы ауа температурасында иістің байқалуын, иістің болуына алып келіп отырғандығын айтқымыз келеді. Дегенмен біздің қаламызда Қазгидромет мекемесіне тиесілі 7 бақылау экологиялық бекеті бар. Осы 7 экологиялық бақылау бекеті арқылы үнемі тұрақты түрде бақылау жүргізілуде. Қазіргі таңда бірден айта кетейік, Қазгидромет мекемесінің ақпараты бойынша қалада жоғарғы ластану және экстремалды жоғары ластану фактісі болмаған. 2025 жылдың қарашасының 25-іне 24-іне қараған түні қала аумағында жағымсыз иіске қала тұрғындардың арыз шағымы негізінде осы Қазгидромет мекемесі және Шымкент қаласы бойынша экология департаментінің сынақ зертханасының мамандары мына Петроқазақстан Oil Products жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің индустриалды аймақтардың санитарлық қорғау аймағынан тыс жерден Фиркан Сити аумақтарынан ауа сапасына мониторинг жұмысын жүргізді. Нәтижесінде санитарлық қорғау аймағында ластаушы заттардың шекті рұқсат етілген нормалардан асып кету дерегі анықталмаған. Айта кететін дүние, қаламыздағы 4 ірі кәсіпорын, бұл ПКОП, Стандарт Цемент, Шымкент Цемент жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері және 3-ші энергоорталық акционерлік қоғамына мониторингтің автоматтандырылған жүйесі енгізіліп, онлайн режимде бақылау жүргізілуде. Сондай-ақ тұрғындардың арыз шағымы негізінде Ордабасы индустриалды аймағында орналасқан бір өндірістік кәсіпорынға тексеру тағайындау жұмыстары жүргізілуде. 2025 жылдың 10 айында 29 тексеру жүргізілген, жалпы 50 әкімшілік іс қозғалып, 37,16 миллион теңге айыппұл салынған, оның 32,16% бүгін таңда қазынаға өндірілген. Соның ішінде индустриялық аймақтардағы 12 мекемеге қатысты тексерулер жүргізілген. Департаменттің алдыңғы берген нұсқамаларын орындамаған үшін 4 кәсіпорынға Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 462 бабының 3-ші тармағына сәйкес хаттамалар толтырылып, сотқа жолданған. Экологиялық рұқсат құжаттарынсыз жұмыс жүргізген үшін соттың қаулысы бойынша 4 кәсіпорынның жұмыстары уақытша тоқтатылған. Атмосфералық ауа сапасына қатысты әртүрлі әлеуметтік желіде пікірлер жүр. Бұны да айта кетейік. Бұл қала аумағында кешкі уақыттарда ауа түтінінің байқалу себебі бұл температураның біріншіден төмендеуі салдарынан, желдің болмауы, өздеріңіз байқадыңыздар, біраздан бері Шымкентте жел соққан жоқ. Автокөліктердің көптеп шоғырлануы және оларды қыздыру мәселесі бар қазір мына күн суытқаннан кейін. Жеке секторларда құрғақ шөпті, күзгі жапырақтарды жағу жағдайлары көбейіп жатыр. Бұны да жасауға болмайды. Табиғат өзі айналым механизмі сияқты ғой өзі. Мына гумус деген бар, қара топыраққа айналу үшін, оны өсімдіктердің жапырақтары жерге түсуі керек, шіруі керек, айналым болу керек. Сондықтан оны дұрысы
әр жерлерге жаңағы жинап, складировать етіп, сөйтіп табиғаттың өзінің жұмыс жасауына мүмкіндік беру керек. Ал егер сіз ондай шөпті, жапырақты жағып жатсаңыз, сіз экологиялық тәртіпті бұзып жатырмын деп есептеңіз. Оның өзінің заңмен қаралған жауапкершілігі бар екенін ұмытпасаңыздар екен. Сондай-ақ енді біздің қаламыздың аумағында да әзірге мынау қатты отынды тұтынатын адамдар бар ғой. Мұның да қаладағы ауа температурасында иістің байқалуын, иістің болуына алып келіп отырғандығын айтқымыз келеді. Дегенмен біздің қаламызда Қазгидромет мекемесіне тиесілі 7 бақылау экологиялық бекеті бар. Осы 7 экологиялық бақылау бекеті арқылы үнемі тұрақты түрде бақылау жүргізілуде. Қазіргі таңда бірден айта кетейік, Қазгидромет мекемесінің ақпараты бойынша қалада жоғарғы ластану және экстремалды жоғары ластану фактісі болмаған. 2025 жылдың қарашасының 25-іне 24-іне қараған түні қала аумағында жағымсыз иіске қала тұрғындардың арыз шағымы негізінде осы Қазгидромет мекемесі және Шымкент қаласы бойынша экология департаментінің сынақ зертханасының мамандары мына Петроқазақстан Oil Products жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің индустриалды аймақтардың санитарлық қорғау аймағынан тыс жерден Фиркан Сити аумақтарынан ауа сапасына мониторинг жұмысын жүргізді. Нәтижесінде санитарлық қорғау аймағында ластаушы заттардың шекті рұқсат етілген нормалардан асып кету дерегі анықталмаған. Айта кететін дүние, қаламыздағы 4 ірі кәсіпорын, бұл ПКОП, Стандарт Цемент, Шымкент Цемент жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері және 3-ші Энергоорталық акционерлік қоғамына мониторингтің автоматтандырылған жүйесі енгізіліп, онлайн режимде бақылау жүргізілуде. Сондай-ақ тұрғындардың арыз шағым негізінде Ордабасы индустриалды аймағында орналасқан бір өндірістік кәсіпорынға тексеру тағайындау жұмыстары жүргізілуде. 2025 жылдың 10 айында 29 тексеру жүргізілген, жалпы 50 әкімшілік іс қозғалып, 37,16 миллион теңге айыппұл салынған, оның 32,6%-ы бүгін таңда қазынаға өндірілген. Соның ішінде индустриялық аймақтардағы 12 мекемеге қатысты тексерулер жүргізілген. Департаменттің алдыңғы берген нұсқамаларын орындамаған үшін 4 кәсіпорынға Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 462 бабының 3-ші тармағына сәйкес хаттамалар толтырылып, сотқа жолданған. Экологиялық рұқсат құжаттарынсыз жұмыс жүргізген үшін соттың қаулысы бойынша 4 кәсіпорынның жұмыстары уақытша тоқтатылған.